Шинкай кан каратэден Жапонияда өткен чемпионатта қыз жігіттеріміз топ жарып жеңіске жетті. Толығырақ әріптесіміз Маржан Нүсіпбек дайындаған бейне материалдан көрейік. 4 алтын 2 күміс. Бұл Қазақстан құрамасының Жапонияда өткен чемпионатта жеңіп алған жүлдесі. Жаман емес. Киокушинкай кан каратэден ерлер арасында топ жарып, алтын алған Әлішер Карменовтың сөзінше жеңіс оңай келмеген. 9 жастан бастап жапондардың дәстүрлі спортмен айналысып жүрген ол, бұған дейін жасөспірімдер арасындағы Еуропа және Азия чемпионатында жүлделі жеңістерге жеткен. Осы финалда мен Болгария елінің спортшысымен шықтым. Ол осы декабрь айында әлем чемпионатының қатысушысы. Оңай болған жоқ біздің. Енді мен кішкентай кезімнен армандайтын, осы қазағымның көк туын желбіретсем деп, сол көк туын желбірету үшін енді мақсатымды орындау үшін жеңісті бермедім. Ал 16-17 жастағы қыздар арасында өткен жарыста Мадина Саудова күміс медальға ие болды. Жапонияның 3 бірдей спортшы қызын жеңген Мадина каратэмен айналысуға әкесінің себеп болғанын айтады. Бұл жарысқа біздің тренерлар моральды және де физикалық түрде дайындаған болатын. Сондықтан Жапония еліне осы жеңіспен оралуымызға тілектесті. Сондай-ақ Токио төрінде өткен чемпионатта ерлерде Никита Гарас пен Анатолий Бринов, әйелдерден Нарқыз Ұзақбаев алтын алды. Екінші күмісті Әлемгүл Сабырхан еншіледі. Жас спортшыларымызға келсек, оларға кішкене психология жағынан кішкене қиын болды. Сондықтан жас спортшыларымыз кішкене нәтижелерін көрсете алмай қалды. Ал бұрыннан жарысқа шығып жүрген үлкен спортшыларымыз өте жақсы нәтиже көрсетті. Аталған жарысқа әлемнің 15 елінен 1000-ға жуық спортшы қатысқан. Қазақстаннан 15 каратэші барды. Айта кететін жайт, ерлер арасында Киокушинкай кан каратэде Қазақстан 2 алтынмен ең үздік нәтиже көрсетті. Болгария мен Ресей 1-1 алтын алды. Еліміздің көк байрағының желбіреуіне үлес қосып жатқан жастар осылар. Енді құрама алда уақытта болатын Азия чемпионатына дайындалмақ. Отандастарымызға тек сәттілік тілейміз. Біздің ел осындай. Маржан Нүсіпбек, Айтжан Отызбаев, арнайы қайырлы таң үшін. Адам есейген сайын бетіне әжім түсіп, жыл сайын тереңде беттің әрін кетіретіні бәрімізге белгілі. Оның үстіне көп күлетін адамдардың бетіне әжім ерте түседі дегенді жиі естиміз. Сонда қартаймау үшін адам мүлдем күлмеу керек пе, Нұржан? Жоқ, Әсем, қайта керісінше. Адам